Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазір мен дәл осындай әрі тез дайындалатын, әрі дәруменге бай салат жасайтын боламын. Міне бүгін бізге қажетті заттар, міне 2 тал қызылша, 2 тал пияз, кейбір жерде жуа дейді, қияр, 3 тал, міне салат жапырағы, петрушка және сумай, аздап қант, қара бұрыш. Алдымен қызылшаны үккіштен өткіземіз. Онан соң қиярды тураймыз. Енді пиязды турап, оны қуырамыз. Енді көкшептерін тураймыз. Міне енді бәрін турап алдық. Міне қияр, қызылша, пияз, зелендерімізді, көкшептерімізді турап алдық. Енді мына пиязды сұйық қуырып алып келеміз. Енді тапаға майымызды құйып, пиязды қуырамыз. Енді пиязымызды саламыз. Оған кішкене тұз саламыз. Қызарғанша қуырып аламыз. Қара бұрыш саламыз. Міне менің пиязым дайын болды. Қуырылған пияз ыстық кезінде салып алған жақсы. Татитындай тұз саламыз. Енді көкаттарын салайын, қиярды салайын. Міне өзі оңай және дәруменге бай, жылдам жасалатын осындай салат жасауға болады. Бұны балалар сүйсініп жейді. Және өте пайдалы. Қызылша көп нәрсеге пайдалығын өздеріңіз білесіздер. Міне менің салатым дайын болды. Міне бір сәттік салат деуге болады. 5 минуттан уақыт кетеді. Оны енді ыдысқа саламыз. Қымбатты менің көрермендерім, жаңадан қосылып атқан көрермендерім, сіздерге көп рахмет. Міне менің қызылшадан 5 минуттық салат деуге болады. Қызылшадан жасалған салатым дайын. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.